Саламатсыздар ма оқушылар, ары қарай ядролық физиканы жалғастырып жатырмыз. Әлі де 4-ші нұсқа талдау бұл. Кеттік, сұрақ мынандай. Ядролық реакцияның энергетикалық шығу дегеніміз не? Ол дегеніміз ядролар мен бөлшектердің реакцияға дейінгі және де реакциядан кейінгі тыныштық энергияларының айырмасы деп белгілейміз де кете береміз. Енді бізде дельта Е энергияның, яғни жаңағыдай айырмасы, энергетикалық біздегі жаңағыдай шығу, ол үлкен болуы мүмкін, нөлден немесе кіші болуы мүмкін. Егер үлкен болып энергия бөлінетін болса, онда ол бізде экзотермиялық болады. Ал егер кішкентай болып энергия жұтылатын болса, онда ол бізде эндотермиялық болады дейміз де, бұл нұсқасын белгілеп кете береміз. Дальше келесі ол бізде мынандай бір теңдеу, бұл жерде енді есептер шығару керек болады. 25-26 есеп. Енді бұл жерде қарап өтетін болсақ, бізде мынандай бір реакция берілген. Тура осы бойынша бағанағы айтып өткен мына бір дүниелерге келеді, энергетикалық шығу дегенге. Бұл жерде біз жазу керек нәрсе бұл бастапқы реакция, одан соң барып бізде соңғы реакция деген дүние бар. Енді егер де бастапқы реакциямыз бізде қосындысы бастапқы реакцияның соңғы реакциядан үлкен болатын болса, қосындысынан бұл жерде үлкен болатын болса деп көрсетіп қояйық, онда бізде энергия бөлінеді деп айтамыз. Энергия бізде бөлінеді. Ал егер де бастапқы реакция кейде ол бізде кішкентай болуы мүмкін соңғы реакциядан, ондай кезде бізде энергиямыз жұтылады деп айтады екенбіз. Жұтылады. Енді осы жерде пример көрсетіп кете салайық. Мына 25-ші есепті талдайық. Бұл жерде бізде реакция берілген. Мына жерде міне бастапқы реакция мына екеуі, бастапқы реакциямыз. Одан соң кейін соңғы реакциямыз мына екеуі, Бастапқы реакция бор мен протон, міне мәндері бар. Осы екеуінің қосындысы бізге қанша береді есептеп тастайық калькулятормен. Ол бізде болады екен 12, 0, 17, 14. Енді келесі берилий мен мынаны қосып көрейік. Гелийді қосындысы бізде шығады екен 12, 0, 0, 798. Демек бастапқы реакция үлкен, демек энергия бөлінеді. Демек неқта жұтылады дегендердің бәрі қате. Только бөлінеді деген ғана қалу керек. Енді дальше осы екеуінің айырмасы бізге нешені береді? Дельта М. Ол бізде болады екен. Мынадан азайтатын болсақ, үлкеннен кішкентайын түрде азайтамыз. 0,00916 шығады. Осы бізде энергетикалық шығу деп аталады, және энергия бізде бөлінеді. Ал бұны энергияға айналдыру үшін біз бұны 931,5 мега электровольтқа көбейтеміз. Приблизительно жауап 8,6 мега электровольт шығады екен. Демек жауап бізде Д нұсқасы. Енді комментарийға 26-ші есепті тура осыған қарап шығарып, ответін қалдырып кетейік. Кеттік, ары талдайық. Қандай сәулелердің өту қабілеті өте үлкен? Өту қабілеті өте үлкен ол бізде гамма. Өту қабілеті өте аз ол бізде альфа. Бетта ортасында болады, всегда. Мынандай да сұрақтар бар екен. Бірдей қалыңдықта алынған мына заттардың қайсысы бетта сәуле шығарудан сақтайды дейді. Жалпы бетта сәуле шығарудан сақтайтын ол бізде металл болу керек. Ал оған жаңада резина, ағаш, мата, қағаз дегендер көңіл түспейді. Неге? Өйткені олар бірдей қалыңдықта болатын болса деп тұр бұл жерде. Металлды мен металл мысалға кішкентай қалыңдықта болатын болса, ағашта кішкентай қалыңдықта болатын болса, мата, қағаз, резина. Қалғандар көңіл түспейді, металл ғана көңіл түседі. Сол себептен ағаштарымыз қалыңдықтарын көбейтетін болсақ қана беттан өткізбейді. Бірдей қалыңдықта деп тұр бұл жерде. Міне осы логикасы. Бірдей қалыңдықта болатын болса, ең жақсы қорғайтын ол бізде только металл деп айтады екенбіз. Тура сол сияқты бірдей қалыңдық мынаяқтағы қайсысы қорғайды деп тұр? Гамма сәуле. Енді логично ойлайды адамдар, болатпен қорғасын дей салады. Бірақ неге дұрыс емес бұл вариант? Өйткені бірдей қалыңдық деп тұрды. Бірдей қалыңдықта гамма сәуледен болатпен қорғасын бірдей қорғай алмайды. Неге? Өйткені олардың тығыздықтары әртүрлі. Болаттан қарағанда қорғасының тығыздығы әлдеқайда үлкен. Қорғасының біздегі жаңағы тығыздығы 13600, кейбір источниктерде 13500. Сол себептен бұл жерде тек қана қорғасын, тек үшінші зат. Түсінікті деп ойлаймын. Енді мына бір сұраққа келейік. Аталған сәуле шығарулардың 3 типі берілген. Қайсы магниттік және электр көріністерде көбірек ауытқиды? Ол бізде бетта сәуле шығару. Аз ауытқитын немесе нашар ауытқиды деп айтайық, аз емес нашар ауытқитын ол бізде альфа сәуле шығару деп атаймыз. Ал мүлдем ауытқымайтын ол бізде гамма сәулелер деп айтады екенбіз. Тура осыған практика ретінде мынандай бір НТ-да нұсқа бізде келген. Осындай суретте көбісі бұны білмейді. Жаңа айтып өткенімізде ең қатты ауытқитын ол бізде бетта дедік. Мүлдем ауытқымайтын екінші ол бізде гамма дедік. Жай ғана нашар ауытқитын ол бізде альфа дедік. Демек мынаяқта бірінші жол дейтін болса, бір ол бізде бетта. Мынаяқта екінші жол дейтін болса, екіншіміз ол бізде гамма болады екен. Үшінші жол дегенде ол бізде альфа болатын еді деп айтқым келеді. Ары қарай жалғастыра берейік. Келесі.
протонның өздігінен нейтронға ыдырау реакциясы. Енді қараңыздар, егерде протон нейтронға ыдырайтын болса, ары қарай енді бұл жақта өзінің реакциялары бар, жаңағыдай плюс жүреді бізде, бұл не екендігін түсіндіріп өтейін. Бұл бізде позитрондық бета ыдырау, демек аны белгілеп кетеміз. Егерде протон нейтронға өздігінен ыдырайтын болса, онда бұл бізде позитрондық ыдырау деп аталады. Ал егер наоборот нейтрон протон жаңағыдай керісінше болатын болса, бұл жақта бізде уже электрондық бета ыдырау жүреді. Және ол жақта кішкене айырмашылық бар. Мынау нейтрино болатын болса, мынау антинейтрино деп аталады екен. Мынау нейтрино, мына антинейтрино. Мына бізде жаңағыдай позитрондық ыдырау, мына бізде электрондық ыдырау. Түсінік ма? Мына жақта протоннан нейтронға дейді, сондықтан бұл бізде позитрондық болады. Ал керісінше нейтроннан протонға дейтін болса, ол бізде электрондық болады екен. Бөлшек және антибөлшек ретінде мына екі бөлшектерді алуға болады. Қайсысын алуға болады? Әрине, ол бізде электрон мен позитрон деп айтқымыз келеді емес. Ол 100% факт. Кеттік, әрмен қарай өтейік. Келесі 57 бізде. Нейтронның протонға өздігінен айналу нәтижесінде атом ядросына жүретін реакция. Міне, бұл жақта уже нейтроннан протонға деп тұр. Жаңа жерде протоннан нейтронға деді. Ал енді нейтроннан протонға ма, ол бізде электрондық бета ыдырау болады екен. Протоннан нейтронға айналу деп тұр. Енді протоннан нейтронға біз оны жаңа айтып өттік, ол позитрондық бета ыдырау. Міне, дәл осылай бүгін нұсқатауды аяқталып жатыр. Мынаны көрдің, бұл өлді бітті 5-6 басында бар. Сол себептен міндетті түрде каналға жазылып комментарий жазайық.